Достар, Құранда мәд әрпінен болған я әрпінің оқылмайтын да тұстары бар. Соны мен сіздерге Құраннан практикалық тұрғыдан көрсетіп өтейін. Мәселен, Бақара сүресінің 2-ші аятын алайық. Аузу биллахи минаш-шайтанир-ражим. Заликал китабу ла райба фих. Худан лил муттақин. Осы жердегі худан сөзінің соңында я әрпі бар. Осы худан сөзі өзінен кейінгі лил муттақин сөзімен біріккен жағдайда мына я әрпі түсіп қалады. Не себепті? Біріншіден, бұл я әрпі әлсіз әріп болып есептеледі. Сол себепті я әрпі келген сөз өзінен кейінгі бір сөзбен қандай да ережеге бағына отырып біріккен жағдайда я әрпі автоматты түрде түсіп қалады, оқылмайды. Екіншіден, бұны түсінудің оңай жолы, мына жерде лил муттақин сөзінің алғашқы ләмінің үстіне шәдда қойылған, сізге ереже қойылған. Яғни бірден худал лил муттақин деп бірден ләмға түс деп отыр. Үшіншіден, бұл идғам биғайри ғунна ережесі болып есептеледі. Сол себепті менің каналымда идғам ережесін қайтадан бір пысықтап алыңыз.